Сонымен бүгінгі біздің жұлдызды қонағымыздың көңілін табатын біздің ұнайт шоудың жігіттерін қарсы алыңыздар, резиденттер! Ал осы үздіктердің арасынан суырылып шығып, кім үздік болатын анықтайтын бүгінгі біздің жұлдызды қонағымыз Ұнайым Айдарының жұлдызды қонағы Ұлболсын Шалқарова. Қошеметтеріңіз! Актриса! Қаттырақ қошемет соғып қойыңыздар, Ұлболсын Шалқарова. Қайырлы кеш баршаңызға. Жігіттер, мен басқа қатысушыларға қарағанда, мен шынымен де жігіт таңдап келіп отырмын. Сол үшін мұқият болыңыздар. Все, жан. Қазір сізге жылы сөздер айтады, комплименттер, былайша айтқанда подкат жасайды жігіттер. Қайсысы менің жүрегім жаулайды? Қысқасы, иә. Мен. Көреміз қазір. Ұлболсын дайынбыз ғой? Мен де бармын. Бәрі түсінікті? Жігіттер дайын? Қошеметтеріңізбен Эльдар бастай. Құрметті Ұлболсын, давай екеуміз де Ұлболсын. Қалды ма? Жақсы, қалады. Керемет. Нұрсұлтан. Ұлболсын ханым, неге қара киініп алғансыз? Көзіңіз жақсы көре ма? Негізі бұл ақ па? Мен просто жүзіңіз бұдан қатты ағарып тұрдан да әдем болып күшті болып. Жақсы қалады. Жақсы, өте жақсы. Бексұлтан. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз ба? Ұлболсын, менің жүрегім кастинг сияқты, сіз сияқты актрисаларға әрдайым ашық. Жана, актрисаларға... Пока қалдыра тұрайық, бірақ ондай бабниктер маған керек емес. Бірақ қалдыра тұрайық. Ойланамыз деп тұр. Нұрбол. Дух беріп қойдар, әйтпесе қыздың қасына келгенде қалдырайтын бар. Ұлболсын, мен ауылдың баласымын да. Сондықтан тек жүрегіңізді емес, өкпе, бауыр, шиқ-қарын, өттеке, тоқшек. Сіз қайда қарап тұрсыз? Тоқшекке. Болмай ма, тоқшектің сыртынан қарауға түсің. Барлығы мені жаулап алды. Жалпы, бүткіл үш қырлысыңызды маған тапсыруға қалай қарайсыз? Мәмін, қалай өп кетті? Дұрыс. Долмыр іздеп жүрген сияқты. Дұрыс болды ма? Сөйтейін деп отқан. Бірақ нормальный ғой. Тек жүрек емес, қара, шек-қарын бәрі деп тұр ғой. Нұрбол, тушки қылып Сырты. Сырты кімге қалады? Сыртын тапсыртсайды ма? Ешкімге қалайды. Енді баяғыда не ғой ана? Қалай еді? Ішіменгі сырт сенкіме қалай еді? Сүйегіменгі ол басқа екен. Болмай қалды. Может, басқа бір ойын айтарым? Көрейік. Кішке деген айтарым қазір. Нұрбол, ой, болмайды енді. Ереже солай, бірден айтсаң. Ұлболсын, мені асырап алыңызшы дешеш болды ма? Елжан екеумізді асырап алыңызшы. Мен асырайтын адам керек. Жақсы, Ұлболсын, Елжан екеуіңді асырап алайыншы. Ондай болса болады. Нұрбол қалды. Жалғастыр. Қорықпа, біз үйде тұратын болдың. Елжан. Ұлболсын ханым, біз екеуміз бір-біріміз танымаймыз, бірақ мен уже неке жүзігін алып қойдым. Мен ақ көйлек киіп келдім. Бірден ЗАГСке барайық онда десем. Екеуі танысып кетіп қалса біз қалып қойсақ. Болды, мен жеңдім. Дәл осылай балдар ол ЗАГСке барып тұрсақ бәріміз. Тойда тілек айтасыңдар ма, жігіттер? Қалады. Қалады. Елжан қалады. Ұнады. Қалат. Қандай қалат? Азамат. Ұлболсын, сіз әппақ қағаз сияқты болып тұрсыз. Мені Паганялам көбісі қайшы деп айтады.
бірақ мен сізді қимаймын. Жақсы. Қалды ма? Ұнады ғой. Шамалдан кейін тырнақсын деймін, мен кусачкімін деймін, я? Қошеметтеріңіз Азаматқа. Жалғастырайық. Кім бар? Есет. Құрметті көрермендер, байқадыңдар ма? Ұлболсынның көйлегінің цветімен көңілі подцвет. Жақсы. Саған. Сен сұраған жоқ. Әлдеғандай қойшы. Екінші айналым. Элдар. Ұлболсын, егер де сен көзін мұхит болса, мен құтқармай қойыңдар, мен бата берем. Жақсы. Жақсы ма? Ұнадың, Элдар. Бексұлтан. Ұлболсын, мен сізді қайдан көрдім? Түсімде екен ғой. Түсіңізде не істеп жүрмін? Түсімізде періштері сияқты жүрсіз. Қалбай ақ қойсын, я? Бексұлтанға қошеметтеріңіз, рахмет көп-көп Бексұлтанға. Жалғастырайық әрмен қарай. Елжан. Негізі адамдар маймылдан жаратылды деген сондай ұғым бар, я? Бірақ сіз періштеден жаратылған сияқтысыз. Рахмет. Қалас. Рахмет, баса бердіш. Елжан қалып тұр. Азамат. Болсын, мен қазір сізге, сіз как будто таксист сияқты боласыз, сізге звондаймын. Сіз я деп айтыңыз жарымы? Келістік. Алло, ол болсын. Жүрегіңіздің алдында маған бір орын бар ма? Турт жігіт дейді қоймесін. Әнімді оқуға түрі көрді. Маған бар, ағам бар, папам. Папам шамалы шала мас. Артта отады ғой ол. Сол бар ма, жоқ па? Сосын не ма қаншадан? 1700-ден ба адам басына? Ол болсын, не дейміз? Не дейміз? Мен семьямды елестеттік. Ұнады ма? Қалдырайық онда. Азамат қалды. Қайтарға да сізге менем. Нұрсұлтан. Ұлболсын ханым, Ұлболсын, не, карманчик емессіз ба? Сіздің жүрегіңізді ұрлап алдым ба? Жоқ. Соткымды ұрлап көттіңіз ба? Не дейсіз Ұлболсын? Жүрегіммен қоса деп ойлайық, сотка ұрланды. Я? Сотка енді, дүние ғой, ол табылар енді ол. Сізде жалпы талпыныс көріп тұрған жоқпын. Арғарай. Талпыныс жоқ дейді. Прогресс жоқ деп тұрады. Болашақ көріп тұрған жоқпын. Сол ғана жоқ қой, я бас. Сіздерлер. Қалған барша? Қалған бәрі дұрыс. Рахмет, Нұрсұлтанға қошеметпен шығарып салайық. Рахмет. Нұрбол. Ол болсын, мен карманчик едім ғой. Сен жүрегімді ұрлайым деп байқамай біреудің соткасын ұрлап кетіппін. Соның соткасын беріп тастап, сенің рұқсатыңмен жүрегімді ұрлауға қалай қарайсың? Рұқсат беріп көрейік енді, шанс беріп көрейік. Құттай аласа кетіп қалсаң. Қошемет Нұрболға. Есет. Құрметті достар, залда филологтар бар ма? Филологтар. Қыздар, срочно қазір зертханаға барыңдар да, әдеміс деген сөздің синонимі қылып, новыйдан ұл болсын деген есімді тіркеңіздер. Қалды ма? Я сұрамай-ақ дұрыс. Результат артынан шығатыны, анализ құсатып кетіп қалды. Результат артынан шығатыны. Бізде бірден шығады. Қалды. Сонымен, үшінші айналым кетіп жатыр. Элдар бастайды. Құрметті режиссер, бәрі нормальды ма? Мына жерде жарық көп сияқты что-то много света. Ұлболсын ғой ол. Мынау не деген дайындық мынау? Қошемет. Бәрі сен үшін. Рахмет, қалас. Қалды. Режиссер арқылы. Нұрбол. Құрметті звук режиссер. Звук бәрі нормальды ма?
Білейін деймін. Қатты соғып жатыр. Ұлболсын екеуміздің жүрегіміз ғой қатты соғып тұрған. Жақсы. Ұнады ма? Иә. Нұрбол да қалды. Жалғастырайық, Елжан. Оңба екен, о. Мен айттым ғой, дым жоқ, жұрттың нанын жеп жүрмін тек. Тек бүйт, ілігіп тек басып отыр тек. Елжан. Ұйықтай, ілі-мілі Ұлболсынға жете алу керек болып тұр, короче. Азамат. Жарайды, жаным, барсақ барып қайтайық, онда балдарды киіндіре бер. Ой, мен болашақта айтатын сөздерді айтып қойыппын ғой. Қалды. Все, баланы киіндіре бер. Баланы киіндіре бер, мен машина оталдыра берем. Папа, деп өтірік бала болып кетсем. Елжан, қошеметтеріңіз. Ұлболсын ханым, сіздің әке-шешеңіз боксер емес пе? Осындай сұлу қыздар мені нокаутқа түсіріп жатыр. Жақсы дейді. Елжан. Бірінші орын болды, но. Мынау страшно, мен сынып қалдым. Қошеметтеріңізбен Есет. Поэзия. Ұлболсын, жүрегіммен егізбедің. Талпа сұлудың ішінен тек қана сені іздедім. Натури шығарып отыр, но. Бірақ сол сұлулардың арасынан сен шығатынын сездім. Вторник бүгін деді. Джонни, лахан тесті лока деп. Көңілім ғой деп бастап кетші. Келді міне вторник деп. Осының бәрін Мен қатымдан дейші. Ұнады ма? Жалғасын шығарсаңыз қалдырамыз. шығармай ақ қой. Есет қалды. Жалғастырамыз. Бастан. Төртінші айналым, Элдар. Мен негізі жүрегім кілтін қылтақ қойғам ғой. Бірақ Ұлболсын форточкадан ба кіріп кетті. Жақсы. Элдар қалды. Қызық болып жатыр негізі. Ұлболсын, біреудің жүрегіне порчкеден кіріп не істеу үшін шық жүр үйге орамыз. Қалады тапқырлығы үшін. Тапқырлығы үшін қалады. Тапқырлығы үшін қалады. Нұреге қалдыңыз. Азамат. Так, Ұлболсын мен машина оталдырып келгеннен кейін кімдер кіріп кеткен үйге? Мен жалғыз тастамау керек сол үшін. Мені жалғыз тастамауым керек еді сол үшін. Сол енді кешірші. Енді тастамайым. Қаласы онда. О, ес. Онда қайта машина оталдыра берем қайта. Есет. Жалғасы. Екі бөлінді. Сенің қасыңнан алыстап кеткен кезде бұлай қиналам деп ойламадым. Жаңа жылда тойламадым. Қоя келді, соя алмадым. Неге соя алмағанымды білесің ба? Неге? Қой соя алмаймын өйткен. Деген өлең шумақтарына қалайсың? Жақсы өзің қалайсың? Жақсы көзбен қараймын, бірақ қой соялатын жігіт керек. Қошеметтеріңізбен Есет шығарып салайықшы. Елжан. Қаладым баланым, армадым саған жүректі, жанымның жақсы алауы деп доказать. Жақсы, өтті. Мен қалай өткен білмеймін. Дәнеге, мен сені қаладым деген менсің бола ма? Ол рұқсат сұрашыш автордан. Элдар. Сені на-на-на, на-на-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на, на-на-на. Білесің бе неге осылай айттым әнді? Неге? Өйткені саған сөзім жоқ. Жақсы. Элдар қалды. Азамат. Жан деп, уже не үйреніп алған болсаң. Мен білем, екеуміз танысқанда сен айтып едің ғой, маған қой соятын жігіттер ұнайды деп. Мен қой сойдым, қабырғаларын басқа біреуге беріп жібердім. Бірақ себебі мен қабырғам тек сенсің. Бом чоколад.
Өтті. Жақсы. Азамат қалдың. Сиыр соям я деп. Ұл болсын, Азамат өтірік айтады, қой соя алам деп. Мен ғой сол кезде жатқан қой десек. Ja, тәтір. Ұл болсын, сен ұнайды шоу сияқтысың. Неге? Қарай бергім келеді. Жақсы. Жақсы демесең, ендікі қайтпам сен. Нұрбол қалды. Сонымен, бізде қазір Елжан бар ғой? Мінекей алдыңа келіп тұрмын, енді екі тілегіңді айт. Дұрыс геолокациямен кетіп батырмын ой тұр да? Дұрыс. Рахмет, Елжанға қошеметтеріңіз. Элдарға, басе. Сонымен, бізде 6-шы айналым ба, не болып кетті өзі? Элдар бастайды. Бұл болсын саған красавчик жігіт керек па? Керек. Оңғайын тауып беремін деді. Міне, красавчик. Не дейсіз ол болсын? Маған өзіне сенімді жігіттерін айт. Сенімдісі бар? Ол болсын білесің ба? Мен сен туралы күніне 2 рет ойлаймын. Ол біреу көзімді ашқанда, біреу көзімді жұмғанда. Мәңгі ойлаймын деп тұрғысыз туралы. Не дейсіз? Не дейсіз? Не дейін тағы? Яна болмайды уже. Неше рет кетіп баратыр уже. А? Уақытында отырсың мен. Болш, бауырым, очередь тұрық қой бәріміз. Серьез бауырым. Бәріміз баламен келіп тұр, кіреміз шығамыз, кетет бол. Уақыт жоқ, ана жерден талон алып келіп тұрық қой бәрімізде. Ол болсын, жоқташы кетеміз. Жауапқа кейін? Жауап жоқ. Жауап жоқ? Қашан дайын болады жауап? Жақсы. Рахмет, Элдарға қошеметтеріңіз. Азамат. Сен менің қымбат әшекейім сияқтысың. Сені жоғалтып алуға қорқам. Астрал киносы сияқты. Жақсы, давайте. Азамат, тұра тұр, мүмкін. Нұрболдікі сенікіне де нашар болуы мүмкін ғой? Иә, бірақ. Серьезно, құлағым қызарып кеткенші мен. Ол болсын. Онда бір айналымға. Алақам терлеп кеткенші. Нұрбол. Ол болсын, сен не сияқтысың ана? Не айтсам болады? Затқа ұқсайсың. Зат деп болмады әдір. Көрдіңіз ба, даже айтатын сөз таппай атым, сізге теңейтін. О, міне, қалай осы. Жаңа шығардың, свежий, ұп-пысы күйінде алып бал. Алып бал. Кішке деген вагондарға шықсам, 100 теңгеден сатам мен просто. Кеттік, Азамат. Ол болсын, сені бриллиантпен салыстырса, бриллианттың өзі қара тас болып қалады сен қасында. Жеңімпаз айқын сияқты, өзіңіз айтыңыз. Азамат қалсын. Сонымен Ұнай Майдарының бүгінгі жеңімпазы Азамат. Қошеметтеріңіз, Нұрбол. Серьезно ма? Бауырым, біреудің несіне арасында түсеш бол. Просто біреудің әйелі olupсың, әйпсе әңгіме айта алмаймын. Нұрболға қошеметтеріңіз. Қымбатты көрермен, бүгін Ұнай Майдарының жұлдызды қонағы ол болсын Шалқарова. Рахмет көп. Азамат, шығарып сал.